Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мерекелік дастарханға өте әдемі әрі дәмді болып шығатын, қонақтарыңыздың көңілінен шығатын осындай пельмешкалар дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен жылы суымызға жылы сүт, ерітілген сары май, жұмыртқа, сода, тұз қосып, барлығын жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Төменде көрсетілген граммдар бойынша өлшеп дайындайтын болсаңыздар, идеально болып шығады. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңызбен тағы да алдағы көптеген рецепттер шығады деген үміттемін. Жұмсақ қамыр илеп болған соң бетін жауып 20 минутқа тындырып қойып қоямыз. Содан соң салмасына кірісеміз. Картопты турап, суға салып, тұзын қосып, осылай қайнатамыз. Пиязымызды төрт бұрышты кішкентай етіп турап аламыз. Содан соң қызып тұрған табамызға май құйып, пиязымызды қуырамыз. Пиязымыз осылай қызарған кезде жаңағы піскен картопымыздың үстіне қосып, еземіз барлығын жақсылап. Осылай барлығы езіліп болған соң салмамыз дайын болады. Тындырып қойған қамырымызды екі бөлікке бөліп аламыз, содан соң біреуін осылай жаямыз. Қамырымыз өте жұқа болып кетпеуі қажет, бір қалыпты етіп жайып аламыз. Содан соң видеодағыдай төрт бұрышты етіп бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Төрт бұрышты етіп кескен қамырымыздың ішіне салмасын салып, видеодағыдай түйіп шығамыз. Пельмендерімізді түйіп болған соң, көп мөлшерде қызып тұрған майымызға осылай екі жағын аудара отырып пісіріп аламыз. Тағы айта кететін қыздар, бұл пельмендерді қонақ күтер алдын 1-2 күн бұрын дайындап қойсаңыздар болады. Ештеңе етпейді, мұздатқышта 1 айға дейін сақтауға болады. Өзім 2 аптаға дейін сақтап көрдім. Тек майға қуыратын кезде 15 минут бұрын шығарып, салфеткаға суын сорып алып қуырсаңыздар күшті болып шығады. Әдемі түске енген кезде пельмендерімізді майдан шығарып аламыз. Осымен біздің мерекелік дастарханға қойылатын тағамымыздың бірі дайын болды. Баршаларыңызға ас болсын.